Сәлем, қызық кино арнасына қош келдіңдер. Бүгін Дом монстр атты мультфильмнің мазмұнын айтамыз. Арнаға жазылып, лайк аямаңыздар. Ал біз бастаймыз. Көшеде 3 дөңгелекті велосипед айдап келе жатқан қызды көреміз. Қыз өлең айтып келе жатады. Кенеттен велосипед тоқтап, қозғала алмай газонда дөңгелегі тұрып қалады. Бір кезетте қорқынышты үйден ата шығып, қызға газонымнан кет деп айқайлайды. Қыз велосипедін қозғалтуға тырысады, бірақ орнынан қозғала алмайды. Ата қасына жақындағанда қыз велосипедтен тұрып жолға қарай шығып кетеді. Ата велосипедті қолына алып дөңгелегін жұлып тастайды. Қыз жылап қашып кетеді. Ата үйіне кіріп бара жатқанда артына қарап жынданады. Телескоппен қарама-қарсы үйде тұратын диджей атты бала шалды бақылап, бәрін планшетке жазып отырады. Диджейдің ата-анасы бірнеше күнге кетіп қалады, ал балаға Элизабет деген няня қарайтын болады. Диджейге Заглотыш атты досы келеді. Ол өзіне баскетболды доп сатып алып, диджейді ойнауға шақырады. Екеуі ойнап жатып, Заглотыш допты дұрыс лақтырмағанынан қорқынышты үйдің газонына түседі. Ол диджейге допты алуына өтінеді. Бала допқа жеткенде шал пайда болып, диджейді ұстап алып, бұл балалар ойнайтын алаң емес, деп айқайлайды. Айқайлап жатқанда шалдың жүрегі ұстап қалып, жерге құлайды. Сол кезде үйдің ішінде каминде от жағылып, трубадан түтін шыға бастайды. Шалды скорый дәрігерлері алып кетуге келеді. Газон тележканың дөңгелегіне жабысып, қартты алуға кедергі келтіреді. Тележканы қатты итеріп, ақыры шалды алып кетеді. Сол мезетте үйге диджейдің қараушысы келіп, Заглотыш қашып кетеді. Диджей қараушысымен сөйлесуге тырысады, бірақ қызды баланың проблемасы қызықтырмайды. Қыз баланы бөлмесіне жібереді. Бала ұйықтайды. Ұйықтап жатқанда ол көрші қорқынышты үй туралы жаман түс көріп, қоңырау шалу дыбысынан атып тұрады. Трубканы алғанда тек біреудің демалып тұрғанын естиді. Диджей біреу ойнап тұр деп сол нөмерге звондайды. Телефонның дыбысы көрші қорқынышты үйден шығып жатады. Сол кезде бөлмеге қараушысы мен оның жігіті диджейді қорқыту үшін келеді. Бала екеуіне оған бос тұрған үйден звондағанын айтады. Бірақ олар баланың айтқанына сенбейді. Диджей Заглотыш досына звондап, стройкада кездесуін сұрайды. Төменге түсіп бара жатқанда диджей Элизабет пен оның жігіттің әңгімесін тыңдайды. 10 жыл бұрын шал жігіттің газонға түскен батпырауығын алып кеткен болатын. Сәтсіз әзілден кейін Элизабет жігітті үйден қуып жібереді. Жігіт болса бутылканы шалдың газонына лақтырып, шөпті жұлып жатады. Сол кезде есік ашылып, батпырауық пайда болады. Жігіт батпырауығын алмақ болады. Бірақ үй жігітті ұстап алып, ішке сүйреп кіргізіп алады. Диджей Заглотышты стройкадан көріп, шалдың тіріліп, баладан кек алатынын қорқатындығын айтады. Заглотыш досына қобалжыма дейді. Диджей досынан көмек сұрайды. Заглотыш досының қорқынышы жай сандырақ деп санап, қорқынышты үйдің алдына барады. Диджей досынан қайтуды сұрайды, бірақ ол бәрібір звонокты басады. Үйдің терезелерінде жарық жанып, есіктің алды қорқынышты ауызға айналады. Кілем баланы ұстап алғысы келеді. Диджей мен Заглотыш жүгіріп үйге кіріп кетеді. Таңертең бір кішкентай қыз есікті соғады. Қыз Элизабетті печенье сатып алуға көндіреді. Элизабет диджейге печенье апарып, екі баланың көршінің үйін бақылап, түнімен ұйықтамағанын көреді. Қыз олардың жігітін көрдіңдер ме деп сұрайды. Сонда диджей жігітін үй жеп қоюы мүмкіндігін айтады. Телескоптан диджей мен Заглотыш қызды көрші монстр үйге бара жатқанын көреді. Балдар қызға ескерту үшін далаға жүгіріп шығады. Бірақ басында қыз ескертуге мән бермейді. Содан бақша жолы тіріліп, қызды ішіне тартып алғысы келеді. Диджей мен Заглотыш танымайтын қызды құтқарады. Элизабет Заглотышты телефонға шақырып, өзі жігітін іздеуге кетеді. Қыз не болып жатқанын түсіндіруін сұрайды. Қыздың аты Дженни. Үйде не болып жатқанын біліп, ол балдарға көмектесуді шешеді. Дженни анасына звондайды, бірақ анасы қызға сенбейді. Үшеуі Хэллоуин кешінде бірдеңе болады деп қорқады. Өйткені монстр үйге талпа балалар баруы мүмкін.
Олар полиция шақырады, бірақ әрине олар үйдің монстр екеніне сенбейді. Диджей мен Заглотыш ойын шеберінен кеңес сұрауға шешім қабылдайды. Ол балаларға монстр үйді жеңу үшін үйдің жүрегін соғу керектігін айтады. Үшеуі каминді үйдің жүрегі деп шешеді. Диджей план ойластырады. Бірінші куклаға ұйықтататын дәрілер салып, үйді ұйықтатып, содан үйге кіріп каминді өшіру керек деп ойластырады. Заглотыш папасының аптекасынан керекті дәрілерін алып, операцияға керек заттарын дайындайды. Дәрілермен қапталған куклалары монстр үйге бара жатқанда, келген полициялар бүкіл ойластырған операцияны бұзады. Келген полициялар балаларды участокке апару үшін машинаға отырғызып, үйді тексеріп кеткілері келеді. Монстр екі полиция қызметкерлерін сүйреп әкетеді. Сонымен қатар балалар құлыптаулы тұрған көлікті бұза бастайды. Диджей мен оның достары машинадан шыға алады, бірақ өздерінің алдында есік жабылып қалады. Үй тынышталады. Пландары жүзеге асыруы керек. Үшеуі ошақты іздеуге шығады. Олар динамиттерді тауып алып, шалдың фотоларын көреді. Шал үлкен әйелге үйленген болатын, және жас кезінде әскерде бомбалаушы болып қызмет еткен. Үйдің подвалында адамның скелетін және шалдың көп жылдар бойы тартып алған ойыншықтарды табады. Бір ғажайып, үшеуі үйден шыға алады. Сол кезде үйге скорый машинасы келеді. Шал Ниберкрякер үйіне оралады. Диджей шалға ол әйелін өлтірмегенін білетіндігін айтады. Шал балаға әйелін жақсы көргенін, ал әйелі балаларды ұнатпағанын айтады. Әйелі қайтыс болғаннан кейін аруағы үйге кіргенін айтады. Диджей шалға әйелін жіберетін уақыт келді дейді, және ол айтқанына келіседі. Бұны естіген үй монстрға айналып, балалардың артынан жүгіре бастайды. Шал үйді динамитпен жарғысы келеді, бірақ үй оны ұстап алады. Заглотыш пен достары бульдозерді басқарып, монстр үймен шайқасқа түседі. Үй жана қарсыласына алаңдап, шалды жібереді. Шал диджейге динамит беріп, бастағандарын аяқтасын дейді. Бала каминге пеш құбыры келетінін, оған динамит лақтыру керектігін түсінеді. Диджей Заглотыштан үйді құрылыс кранына тартуды сұрайды. Диджей мен Дженни кранға шығады. Қыз баланы сенімділік беру үшін оны сүйеді, ал диджей жебе бойымен шебер жорғалайды. Диджей ілмекпен тербеліп динамитті трубаға лақтырады. Содан монстр үй жарылады. Балалар шалдың әйелінің аруағымен қоштасып жатқанын көреді. Шал 45 жылдан кейін ақыры бостандыққа қол жеткізеді. Үйдің орнына үлкен ойыншықтармен толтырылған шұңқыр пайда болады. Шал, диджей мен достары балалардан тартып алынған ойыншықтарды таратып береді. Дженнидің мамасы келіп, қыз диджей мен Заглотышты қоштасып құшақтайды. Балаларға үйге қайту керек болып, шалмен қоштасады. Диджейдің ата-аналары үйге оралады. Балалар допты лақтырып, олар Хеллоуинге тым үлкендігін түсінеді. Бірақ бір мезгілде екеуі кәмпит сұрауға жүгіріп кетеді.